Қайырлы күн, құрметті кітап сүйер қауым. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен жүзеге асып жатқан оқуға құштар мектеп жобасы аясында оқуға тиісті 100 кітап бойынша мен өзімнің сүйікті кітабым Смағұл Елубайдың Ақ боз үй атты роман трилогиясын ұсынбақпын. Бұл трилогияға кешегі кеңестік кезеңдегі қазақ халқының жазылмаған шындығы, айтылмаған ақиқаты, тарихы арқау болған. Ақ боз үй романына өткен ғасырдың 30-шы жылдардағы ашаршылық зардаптары, Мінәжат романына қуғын-сүргін оқиғалары өзек болса, жалған дүние 80-ші жылдардағы рухани тоқырау дәуірінен сыр шертеді. Бұл кітапта қазақ халқының өмір кешкен күні және де кеңес үкіметінің орнауы баяндалады. Бір ауылда Пахраддин атты бай, би және оның ауылдастары және оның отбасы күн кешеді. Осы кездері Пахраддиннің Әзберген атты інісі болады. Оқиға басында Әзберген ауылдағы ауылдасы Уақ атты кедейдің жалғыз ұлы Қозбағарды сабап тастайды. Әбден ашуланған, ызаланған Уақ пен оның кемпірі Торқаның арасында дау пайда болып, бүкіл ағайынның ішінде ылаң болады. Осы кезде дана дара тұлға Лабақ Ахун осы даудың шешімін табады. Ол Қозбағарға өзінің ауылдасы Пахраддиннің қызы Хансұлуды қосуды шешеді. Осылай дау шешілетін болады. Осылай болып Қозбағарға Хансұлуды қосады. Бірақ оған наразы болған Әзберген Хансұлу Қозбағарға қосылған сәттен ақ оларды ажыратып алып кетеді. Осы кезде халық ішінде қайтадан дау туа бастайды. Кедейдің күні туған жоқ. Біз кедей қайта-қайта таршылық көреміз. Әзберген сынды байлар бізге езгі азап көрсетеді деген сөздер, қыңқу сөздер пайда бола бастайды. Осы кезде ел арасында кеңес үкіметі келіп, үгіт насихат жүргізе бастайды. Бай мен кедейді, құлақтарды қойдай қу, қамшымен саба деген сынды әңгімелер болады. Сол шақта ауылдың бір топ кедейлері осы кеңес үкіметінің бастамасын қолдайды. Осылай ел арасында 1930 жылдары кәмпеске болады. Пахраддиннің барлық мал мүлкі тәркіге түседі. Бірақ бұл уақытта Хансұлу ағасының қолында, яғни Әзбергеннің ауылында еді. Кейін келе Әзберген құмға қиыр шығысқа көшеді де өзінің қарындасы Хансұлуды әкесі Пахраддиннің қолына жібереді. Пахраддин оны кейін Шеге атты жігітпен қосады. Шегеден Хансұлу бір ұл сүйеді. Осы кезде Шегені жалған айыптап алып кетеді. Пахраддин өзінің қызы Хансұлумен бірге алыс ауылға аттанады. Себебі кеңес үкіметі оларға бай кулақ деп күн көрсетпей қоныс аударғызады. Осы кездері Әзберген қайтып келіп, ағасының бүкіл қалған малын, қалған аша тұяғын, қалған түйесін, 4 түлігін, бүкіл ауылдың малын алып кетеді. Бұл кітап өзінің ерекше мазмұнымен оқырман қауымға ерекше ой салары сөзсіз. Оқырман қауым бұл кітапты оқи отыра жазылмаған, айтылмаған ақиқатқа, тарихқа көзі жетеді. Көзі ашық, көкірегі ояу азамат ретінде өзінің халқының, өзінің қазағының тарихын ұғынады. Ден қойғандарыңызға, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.